Мисалы апаң бар да, ырыскың жеңіл болады екен, дуаларың жақсы қабыл болады екен, денсаулығың шың болады екен. Мындай апалар төрде отырып алып, қиыққырып ұрышып отыра берсе деле, ошол апаның қасиеті болады екен, денсаулығың шың болады екен, тілектерің жеңіл қабыл болады екен, ырыскың берекелі, анан жеңіл болады екен. Апа кеткенде ушул үч нерсе кошо кетет дейт да, мындай кийин сезет дейт ар бир адамчы. Апанын касиети ошончо болот. Анткени апаны мен байкадым. Бир жака кеткенде жакындарың келгиче унутуп деле кое турат. Бирок апа күндөсү төб башымдын ар жагында калсаң, кадимки ойлонот да, уктабай чыгат. Телефонуң жаңгырчактап уктабай чыгат. Улам чала берет. Ошон үчүн бирок апалардын кадырын эмнеге билбей атабыз? Көп көргөн нерсенин кадыры болбойт экен. Апаң күнүгө бет алдыңда да көпчүлүк айтат да, апаң кеткенден аябай арман кыласың деп. Баягы үмүт болбойт. Мына күндө эле чыгып атат, кадыры жок деп.